Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бұл Қазақ қазынасы каналы. Бүгін біз Сәкен ағамыздың питомнигі, ССС питомнигінде қонақтамыз. Сіздермен иттердің барлығын таныстыратын боламыз. Сәкен аға, ассаламу алейкум, қалайсыз? Уағалейкум ассалам. Қалайсың Жанғали бауырым? Өзіңде бәрі дұрыс па? Қош келдің бауырым питомнигімізге. Мынау қазақ елінде төбет дамытып жатыр жігіттер. Кішкентайымыздан төбет сүйеміз, жақсы көреміз. Питомник аштық мына. Аллаға шүкір. Сәкен аға, федерация ашыпсыз. Федерация ашқан себебіңіз қандай? Енді федерация аштық, иншалла Құда қаласа себебі өте үлкен. Құда қаласа мына төбет пен тазыға қатты көңіл бөліп жатыр. Құда қаласа Алла берсе, соны дамытқымыз бар. Иншалла қазірше мына төбетте бір 100 төбетім бар, иншалла соны іріктеп жатыр. Қазір Құда қаласа таза төбетті дамытқым келіп жатыр, иншалла. Келешек ұрпаққа. Аға, осы федерация ашқаныңыз қарапайым бізге мысалы көмегі қандай болады? Бар ма? Федерацияның көмегі енді Құда қаласа біз ол рингті ашамыз деп жатырмыз, себебі келешек. Сол рингпен иншалла оның ішінде тестілік испытаниясы бәріндегі, оның ішіндегі мінезі, шыдамдылығы, әдемілігі сол жерде іріктеледі дейміз. Иншалла турнирлер болады. Басқа шет мемлекеттерден бәріндегі жерлерден төбеттер, тазылар әкелініп сол жерде іріктеледі деп ойлаймын Құда қаласа. Федерация рингпен бірге жұмыс істейді иншалла Құда қаласа. Екеуі бір-біріне себеп болады Құда қаласа. Аға, сосын көпшіліктің білгісі келіп жатыр, барлығын төбет асырғысы келеді, және оның жаңағы шығыны қандай болады? Бір төбетке қанша шығын болады? Енді шамамен төбетке енді дәл қазір енді бұлай есебімізбен қараған адаммен ол төбетке, бір төбетке кеміне айына 50 мың ақша керек, қаражат. 50 мың кетеді. Өзіңіздің қалтаңыздан 50 мың кетеді. Ал өкімет тарапынан оған не бар ма? Көмек бар ма? Қандай да? Енді келешек мына қазір президентіміздің заңы шығып жатыр. Иншалла Құда қаласа төбетпен баған дегендей тазыны дамыту деген сол себеппен Құда қаласа сол өкіметтен үміттеміз Құда қаласа. Дәл қазір өз қаражатыма қарап отырмын. Шымкентте арена бола ма? Қанша уақытта ашасыз және оған қандай құжаттар керек, соны айтсаңыз? Енді сол аренаны ашу себебіміз бар. Осы төбетті дамытып жатқан Бекболат ағамыз бар, Сапархан досым бар, тағымда көптеген ағаларымыз бар, үлес қосып жатқан төбетке деген. Солармен ақылдасып, биыл Құда қаласа осы Шымкентте арена ашатын бір жайымыз бар, иншалла Құда қаласа. Ол арена сол федерациямен бірге жұмыс істейді, иншалла. Бәрінде іріктейміз, мінез құлқын, шыдамдылығын төбеттің. Бәрін дегенде әдемілігін сол жерде іріктеледі Құда қаласа. Сізге қандай иттер ұнайды? Өзіңіз қандай линия ұстағанды ұнатасыз? Мен шынымды айтсам бір линияға бір не ғаным емес, төбет болса мен сол төбет ұнатамын. Мен қатты мынау. Төбетте біздің өзіміздің ата-бабамыздан 4000 жыл бәрін дегенде іріктеген несі бар ғой ата-бабамыздың. Сол жерде іріктегенде төбетті қалай үш қасиеті болған төбеттің. Төбетте үш қасиеті, бірінші қасиеті алдына тамақ бермегенше мына жайып қойған етіңді де тамағыңа да төбет тиіспейді. Екінші қасиеті қасқырға шабады ол. Үшінші қасиеті адам баласына жоқ, тістемейді. Вот сол қасиетті иншалла мен дамытқым бар. Ол алапардың қаны бола ма, қарабастың қаны бола ма, тағымда қандар бола ма, менен білмеймін. Сол мінез құлқын сол жерден дамытқым келеді, төбетті дамытқым келеді. Мінез тамаша екен ғой онда. Қарапайым мынау опыты жоқ адамдарда ұстай берсе болады ғой, иә? Ол мәселе қарапайым халық именно ұсталғанға өте жақсы. Біздің мына жастарға жақсы. Келешек жастарға спорт бұл, өте қатты спорт. Себебі мына қазір жастар темекі, жаман бән дегендей жаман жолдарға бұзылып кетіп жатыр ғой. Мына жерде төбетті баққанда адамның өзінің еркектің характері пайда болады. Өзінің бән дегенде мінез құлқы өзгереді. Бән дегенде спорт жағына қатты бейімданады. Спорт заниматься еткен жастар ол ешқашан ауырмайды. Келешек олардың да мінезі өте жақсы жағынан болады деп ойлаймын келешек ұрпаққа. Аға, өте керемет. Сосын
тазын дамытуға атсалысайын деп жатыр екенсіз. Оған қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыз? Иә, мына тазы төбет деп айтылғаннан кейін тазыға да қатты мән бөліп жатыр. Құда қаласа питомник ашамыз деген жайымыз бар, құда қаласа Алла бұйыртса. Сол тазының таза қандарын іріктегіміз келіп жатыр. Питомник ашатын жайымыз бар иншалла. Оны келешек көреміз. Аға, сосын сізде таза қанды тазыларыңыз бар ма? Өзіңізде ұстап отқан? Иә, иншалла құда қаласа бар. Енді құда қаласа оны көбейтуге иншалла енді әрекеттеміз. Атак таза қанды бар менде тазы. Рахмет аға, үлкен сізге. Алла разы болсын сұхбатыңызға. Мынау көрермендерге не деп айтасыз? Өзіңіздің жас ұрпаққа, төбетке енді қызығып жатқан балдарға. Енді мен жастарға айтарым, төбетті баққан өте атамыздан ата мұра келіп жатыр ғой бұл. Бұны дамыту керекпіз құда қаласа. Үлесімізді қосу керекпіз бәрімізде. Үлкендер болсын, жастар болсын, спорт жағынан өте керемет. Мен өз басым қатты қуанып жүрмін осы төбетті дамытқаныма, келешек осы төбетке үлес қосқаныма иншалла. Бәріңе соны тілеймін құда қаласа. Чемпиондар болсын иншалла. Бірақ бағана дегендей таза төбет болса, ата бабамыз айтқан ғой, таза төбетті бір үйір жылқыға ауыстырмаған кезінде ата бабамыз. Оны енді бұл ертегі болып қалып кетті ғой бізде. Енді мына сол айтарым. Төбет бағыңыздар, құда қаласа, тазы бағыңыздар, келешек бәріңе денсаулық иншалла. Еліміз аман болсын, тыныш болсын. Сол айтарым. Саған көп-көп рахмет, сұхбатыңа рахмет айналайын, бізден сұхбат алғаныңа. Жаңғыли, саған өзіңе денсаулық болсын. Мына дамып жатқан ютубың, каналың алға жүре берсін иншалла. Рахмет аға. Алла бұйыртса. Сәттілік иншалла бәріңе.